Мен қазақтың бас ақыны Абай Құнанбайұлы, биыл 180 жылдық мерейтойым. Талап, еңбек, терең ой, қанағат, рахым ойлап қой. 5 асыл іс көнсеңіз дегенімдей, еліміз ерен еңбектің арқасында 2017 жылы Астана қаласында экспо көрмесін өткізді. Мерейтойым қарсаңында жас ұрпақты жаңартылатын энергия көздерімен таныстырып, экологиялық сауаттылықты арттырып, және шығармашылық қабілеттерін шыңдап жатқан 9 сынып оқушылары мен жетекшілеріне мың алғыс. Экспо көрмесі, болашақ энергиясы, зияткерлік сайысы. Ұйымдастырушылар Мейрамгүл Ысталовна, Нұрсұлтан Оразгелдіұлы. Экспо көрмесі, болашақ энергиясы туралы ең қызықты деректер. Бірінші, тақырып алғаш рет Қазақстаннан шықты. Экспо тарихында болашақ энергиясы тақырыбын ұсынған алғашқы мемлекет Қазақстан. Бұл идея әлемге жасыл энергетикаға ерекше серпін берді. Екінші, Экспо 2017 көрмесінің символдары ретінде қуат, мөлдір және сәуле таңдалды. Қуат жердегі энергияны білдіреді. Мөлдір судан алынған энергия, сәуле күннен алынған энергия. Үшінші, нұр әлем шары, әлемдегі ең үлкен сфералық ғимарат. Экспоның басты павильоны Нұр әлем, диаметрі 80 метр, биіктігі 100 метр болатын әлемдегі ең үлкен толық шыны сфера. Ішінде 8 қабат бар. Әр қабаты болашақ энергиясының бір түріне арналған. Төртінші, көрмеде 140-тан астам инновация таныстырылды. Жел, күн, сутек, биожанармай, көмірсутекті тазарту, қалдықтарды энергияға айналдыру технологиялар. Бір алаңда алғаш рет осыншалық кең қамтылды. Бесінші қызықты дерек, 115 мемлекет пен 22 халықаралық ұйым қатысты. Бұл Қазақстан тарихындағы ең ауқымды халықаралық іс-шаралардың бірі. Әлем елдері жасыл энергия саласындағы ең озық жетістіктерін әкелді. Алтыншы, электробустар мен ақылды көше шамдары алғаш тестіленді. Экспо кезінде Астанада электр автобустар пилоттық режимде қолданылды. Ал көрме аумағында толық смарт жарықтандыру жүйесі іске қосылды. Жетінші, көрме аумағының өзі энергия үнемдейтін нысан. Павильондарда күн батареялары, жел генераторлар, табиғи желдету жүйелері, энергия үнемдейтін әйнектер қолданылды. Мақсат нысанның өзін-өзі энергиямен қамтамасыз ету. Сегізінші, көрмеден кейінгі инфрақұрылым сақталды. Экспо көрмесі қала үшін бір реттік жоба емес. Қазір бұрынғы павильондарда Астана халықаралық қаржы орталығы, IT стартаптар технопаркі, Астана хаб, ұлттық павильон, болашақ энергия мұражайы жұмыс істейді. 9-шы, келушілер саны рекордтық деңгейге жетті. Экспо көрмесіне 3 миллионнан астам адам келген. Бұл Қазақстанның туризм тарихындағы айрықша көрсеткіш.